Ақтаудағы ұшақ апаты. Қара жәшікте не сақталады және шындыққа жетуге оның көмегі қаншалықты маңызды? Бакудан Грозныйға қарай ұшқан Azerbaijan Airlines әуе компаниясына тиесілі Embraer 190 ұшағы Ақтау маңында апатқа ұшыраған. Ұшақ бортында 67 адам болды. Экипаждың 5 мүшесінен бөлек Әзербайжаннан 37 азамат, Ресейдің 16 азаматы, Қазақстанның 6 азаматы және Қырғызстанның 3 азаматы болған. Әуе апатында 38 адам қайтыс болып, 29 адам тірі қалған. Олар дер кезінде Ақтаудың ауруханасына жатқызылды. Дәлірек айтсақ, Әзербайжанның 37 азаматының 23-і қайтыс болған, 14 азаматы тірі қалған. Қырғызстаннан 3 адам болған, барлығы да тірі. Ал Ресейдің 16 азаматы болған, оның 7-і қайтыс болған, 9-і тірі қалған. Қазақстанның 6 азаматының бәрі де қайтыс болған. Экипаждың 5 азаматының 3-еуі тірі қалған, 2-еуі қайтыс болған. Қаза тапқан қазақстандықтардың тізімі жарияланды. Төлесінов Сәндібек Екібайұлы, 1988 жылы туылған, Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласының тұрғыны. Жұмағұл Бауыржан Жұмабайұлы, 1985 жылы туылған, Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласының тұрғыны. Мақсудова Галина, 1978 жылы туылған, Маңғыстау облысы Ақтау қаласының тұрғыны. Шаймерденова Гаухар, 1975 жылы туылған, Алматы қаласында туылған, Астана қаласының тұрғыны. Жұмағат Эльдар, 2013 жылы туылған, Астана қаласының тұрғыны. Жұматаева Салима, 1995 жылы туылған, Қарағанды қаласының тұрғыны. Ұшақ апатында қайтыс болған азаматтардың барлығының да отбасыларына қайғыра көңіл айтамыз. Ұшақтағы қара жәшікте не сақталады және шындыққа жетуге оның көмегі қаншалықты маңызды? Авиасарапшы Серік Мұқтыбаевтың жауабы. Қара жәшік дегенімізбен оның түсі қызғылт сары болады. Әдетте ол ұшақта екеу немесе одан да көп болады. Біреуі қозғалтқыштың жалпы системаның жұмысын, яғни техникалық параметрлерін жазады, ал екіншісі кабинетте кім-кіммен сөйлескенін жазады, олардың жермен байланысын, өзара әңгімесін жазады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы, шетелде тұратын Әлнұр Мұсаев қара жәшікті Ресейдің төтенше жағдай қызметі заңсыз алып кетті деп жазыпты. Бұл мүмкін бе деген сауалға Серік Мұқтыбаев былай деп жауап береді. Бұл мүмкін емес, себебі біріншіден бұл Қазақстанның аумағы, екіншіден апат аймағында ресми комиссия жұмыс істеп жатыр. Қара жәшіктер қазір осында. Алдымен оның қай жерде қалай оқылатыны туралы шешім шығуы керек. Мәселеге мүдделі тарап көп. Сондықтан оны біреудің алып кетуі меніңше мүмкін емес дейді. Әлеуметтік желіге тарап жатқан ұшақтың шұрық-тесік видеолары туралы сарапшы не дейді? Ұшақ басқарудан айырылып қалғанын ғана айта аламын. Бұл ұшақта ұшқыштар басқара алатын 3 гидравлика жүйесі бар. Видеоға қарағанда осы жүйенің бәрі істен шыққандай көрінді. Яғни ұшақты тек қана қозғалтқыш қана алып келе жатты. Ұшқыш басқару мүмкіндігінен айырылса, жағдай әрине өте қиын болады. Қозғалтқышпен ғана басқару мүмкін емес. Сонда да әуежайға дейін жетіп, ұшақты аман-есен қондыруға тырысу ұшқыштардың кәсіби шеберлігіне айғақ. Осының арқасында артқы жақта отырған жолаушылар аман қалды дейді.